Сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз осындай көктем мезгілінде жайнап тұрған мына бір Whoopie Pie тортының цифра түрінде жасалған рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тортты мен тегін МК деп атағым келеді, себебі бұл тортты сіздер жасап, өздеріңіз үй жағдайында торт әзірлеп, өздеріңіздің кішігірім бизнестеріңізді бастасаңыздар болады. Бұл бір жасағаннан өте кереметтей болып шығатын өте оңай түрі. Сондықтан достар, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Және де достар, мені қолдап каналыма тіркеліп қойыңыздар. Достар, бұл жерге мен осы дәл цифра түрінде қалай жасалу керектігін үйрететін боламын. Ал толық қанша мөлшерде қоспасын қалай жасалу керектігінің барлығын өзімнің каналымда жүктелген Whoopie Pie тортының төменгі описаниясында жазулы тұр. Мен ссылкасын міндетті түрде төменге белгілейтін боламын. Ол сілтеме бойынша сіздер барлығын рет-ретімен қалай араластырып, қоспаны қалай дайындау керектігін көресіздер. Ал бұл торттың астынан мен осы дәл цифра тортының өлшемін барлығын жазып қоямын. Ең алдыменен біз пергамент қағазымызға осылай дөңгелекше етіп формамызды сызып аламыз. Мен бүгін 60 деген цифраны жасайтын боламын. Сол себепті 0 және 6 цифрасын осылай алдын ала әзірлеп қойдым. Енді осылай біздің қамырымызды, сұйық қамырымызды осылай орналастырып, сызба бойынша жайғастырып шығамыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай, осылай жайменен лопатканың көмегімен орналастырамыз. Осы қоспаларды осылай қамырды орналастырып болғаннан кейін біз қызып тұрған 180-170 градуста қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа ғана салып пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің алғашқы коржымыз дайын болды. Шпажка таяқшасымен көрсеңіздер болады тексеріп. Енді осылай өзіміздің цифрамызды бетіне жайғастырып, түзулеп, әдемілеп, кесіп, артық жерлерін кесіп аламыз. Біздің алғашқы қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте 6 цифрасы. Айта кетейін, бұл жерде 6 цифраны да 0 цифрасында 3 рядтан жасайтын боламыз. Демек, біз дәл осындай қоспадан 3-ін әзірлейміз. 6-дан 3 және де 0 цифрасынан 3. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиыншылығы жоқ, бәрі өте оңай, тез дайын болады. Ең бастысы біздің қамырымыздың қоспасы дұрыс шықса болғаны. Және де әсел пешімізге өте көп ұстамаңыздар, бар жоғы 10-15 минутта пісіп шығады. Егер көп ұстасаңыздар, қамырдың шеті қарайып, күйіп кетуі мүмкін. Мінекей достар, осылай тортты жинамас алдын астыңғы бөлігіне міндетті түрде аз ғана кремнің мөлшерін жағып орналастырған жөн. Сол кезде біздің тортымыз жылжымайды. Біздің корждарымыз толығымен суығаннан кейін ғана кремімізді осылай орналастырып шығамыз. Мен осылай дөңгелекше етіп орналастыратын боламын. Барлығы да осылай рет-ретімен коржды қоямыз, бетіне кремді жағып орналастырамыз. Қайтадан корж, осылай барлығын рет-ретімен жинайтын боламыз. Мінекей достар, осылай кремінің барлығын әдемілеп орналастырып болғаннан кейін бетін әсемдеуге кірісеміз. Мен бетін әсемдеген кезде өзім жеміс-жидектермен және де сүйікті печеньелермен әсемдедім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген жеміс-жидек болсын, тәтті нандар болсын, осылай әсемдеп, өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып жасасаңыздар болады.
Көріп тұрғандай бұл жерде Орео торт печеньесі бар, және де альбини шоколадный печеньесі, және де жеміс жидектер майда қара шоколадтармен бірге. Мінекей достар, біздің тортымыз кереметтей болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, көктемде жайнап, және де өте биік болып шығады. Бұл шамамен 30-40 адамға жетеді. Сондықтан, достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіздің кішігірім осындай торттар әзірлеп, бизнестеріңізді, өздеріңіздің жұмыстарыңызды бастасаңыздар болады. Себебі бұндай торт, үлкен көлемдегі торт өте қымбат бағада болып шығады. Сол себепті дәл осы рецептпен жасауды ұсынамын. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.